sәттілік тілеп, sabahımızı bastava koyalım. Sabahımızda bastamak burun aldымен sergütü sәтін өткізіп алайық, ya. Қуырмаш әнін топпен бірге қайталап айтып шығамыз, ya. Oturamız. Балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз көңіл күй шаттығы деген. Бүгінгі сабақтың дайын сөзі, кәне бірінші ұлдар қайталай, жақсыға қарасам, жаның жадырайды. Енді қыз балалар айтып, жақсыға қарасам, жаның жадырайды. Енді топ болып бәріміз бірге айтамыз. Жақсыға қарасаң, жаның жадырайды. Түсінікті ма балалар? Сабағымыздың дайын сөзі. Кәне балалар, енді білген сіздерге таңғы сәулелер деген мәтінді баяндап беретін боламын. Барлығымыз мұқият тыңдап сабаққа қатысып отырамыз, я? Күн, нұрлы күн. Тыңдаймыз, бәріміз. Нұрлы күн аспанға көтерілді де, алтын сәулелерін шашып, барлық тіршілік иелерін оятып, көтеріле бастады, я? Ең бірінші сәуле бозторғайға түсті. Бозторғай қанатын қағып жіберіп, ұша жөнелді. Ал екінші сәуле, кәне балалар, енді шығармашылық жұмысқа кезек керек, я? Екі топқа бір-бір тапсырмадан берем. Қазір соған топ болып орындаймыз, я? Кәне бірінші топқа мәтін бойынша, жаңа баяндап берген мәтін бойынша сәйкестендіру жұмыстары, я? Кәне бірлесіп шеше қойыңыздар. Ал екінші топқа бүгінгі көңіл күйлерің туралы, жалпы көңіл күйге байланысты сурет саламыз, я? Отбасымыз туралы сурет салып, оны қорғап шығамыз, я ма? Кәне тез топпен бірлесіп орындай қойыңыздар. Кәне балалар, шығармашылық жұмысымызды аяқтап болса, баяндай қояйық. Кәне бірінші топ, ең бірінші кім күннің көзі түскен екен? Күннің көзі бірінші неге түскен екен? Кәне айта қой, Мадияр? Тұра қой. Қандай құсқа түскен? Бозторғай деген құсқа түскен екен, бірінші күннің көзі. Ал екінші сәуле қаққа түскен екен? Дұрыс, қоянға түскен екен. Ал үшінші сәуле қайда түскен? Әтешке түскен екен. Ал төртінші сәуле араға түскен екен. Ой, жарайсыңдар. Енді екінші топ, кәне көңіл күйлеріңізді білдіретін сурет салдық па? Тапсырмамызды орындадық па? Қорғай қой, айта ғой, менің суретімді салдыңдар. Тұра ғой, Надя. Кәне суретімді көрсетіп. Суретімді көрсетіп, кәне айта ғой. Ya, отбасы туралы қандай жена енді? Айта ғой. Сонда арналарын, әкелерін, мына өздерін, сонда барлығымыз көңілді отбасының суретін салып шықтық, е, барлығымыз. Жарайсыңдар. Шығармашылық жұмысты аяқтап болса, енді топпен бірге ән айтамыз. Тұра қойыңыздар орындарыңыздан.
сабағымыз аяқталды. Сабаққа жақсы қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.